Күйеуім мені өзінің бай досына сатты. Бұл досы 2 айлық баламның әкесі болып шықты. Заттарыңды жинап ал. Маған қазір сені алып кетуге адамдар келеді. Мен сені ақшаға сатып жібердім. Мені сен олай қолдануыңа ақың жоқ. Сенен өтінемін, үйде бала бар ғой деп жылап қатты айғайлап даусымды көтердім. Сенің есің жайында емес екені анық. Менің есім жайында деп қабағын түйе қарады. Асқар, сен бұлай жасай алмайсың. Сен расында жынданайын деген екенсің. Сен өзің балалы болғың келді. Бұл біреудің баласы. Өзім емес, жасанды жолмен көтеріп дүниеге әкелгенім рас. Бірақ мұны өзің де қаладың. Өйткені сен балалы болуға қабілетің жеткіліксіз. Күйеуіме шындықты айтқанда жүрегіне қатты батқаны білініп тұрды. Донорды өзің таптың, деймін мен үнсіз. Саған бала керек еді. Әрине мен де ұл қызым болғанын қалаймын. Бірақ барлығын өзің жасадың емес пе? Дауласуды доғар, Лиза. Үйге барып киімдеріңді жина. Ешкімді ренжітудің қажеті жоқ. Және шашыңды тара. Айнаға қарап әдемі болып киініп, боянып ал. Мен түс көріп тұрмын ба? Деп өз-өзімді шымшып алдым. Мынадай еркіндік елде тұрамыз. Әйелді сату қалай болды? Сен бос сөз айтып тұрсың. Одан да ұйықтап деміңді ал, дедім мен ашулана. Күйеуім маған қарап, менің арқаға шегінуге ақым жоқ. Ол бәрібір сені қолыңнан сүйреп алып кетеді. Тез баланың киімін жинап, басқа киім кигіз. Олар сендерді жарты сағаттан кейін алып кетеді. Менің әлдеқайда бойым одан қысқа және босанғаннан кейін әлсіреп қалғанмын. Физикалық түрде қарсы тұруым мүмкін емес еді. Мен де соңғы кездері ұйқысыз түндерден жүйкем шаршады. Менің жасым 23-те. Декреттік демалысқа дейін банкте жұмыс істеп едім. Бірақ барлық төленген ақша мен жиған тергенім әкемнің еміне кетті. Күйеуім маған және әкеме балаға қолдау көрсетуге уәде берген болатын. Бірақ мен ұлымды босанған бойда оның өзгергенін байқадым. Туу туралы куәлігін алғаннан кейін оған қиянат жасағандай болдым. Сені күшпен қуып жібергенімді қаламасаң кет. Ашулы даусымен қатты айғайлап мені қорқытты. Расында такси ұстап анама кетіп қалғым келді. Әкеме барайын десем, ол шипажайда жүрек ауруымен жатыр. Мен отбасында кіші қызбын. Әке шешем қартайған. Жүктіліктің алғашқы күндері өзімді жайсыз сезініп, одан кейін қарнымдағы балаға махаббатым оянып, оны жақсы көре бастадым. Мен сәбиімді өмірімнен артық жақсы көрдім. Ол дүниеге келгеннен кейін мен үшін әлем басқаша болып көрінді. Бәрі жақсы болады деп қоямын, кішкентайыма қарап. Үйден қалай шығамын, не жыларымды, не күлерімді білмей шок болып қалдым. Мен сөмкеме қажетті заттарды салып тастадым. Мүмкін бізге не киім, не тамақ алып беруге ақша таппағандықтан бізді сатып жатыр ма деп ойлап қоямын. Мен баламның заттарын толығымен жинап, ең жаңа қажетті дегендерін салып алдым. Тезірек төменге түс, олар саған келді. Сені төменде көлік күтіп тұр. Мен өлгім келіп кетті. Кімнің көлігі дедім. Менің ойымша Асқар шынымен де есінен танып жынды болған сияқты. Сондықтан мен қашып кеткім келді. Бірақ не үшін бізді сатқанын білгім келіп мен сөйлей жөнелдім. Маратова деді маған. Оның жүргізушісі сонда. Мен киімдерді өзім шығарамын деп Асқардың досының тегін айтқанда аң-таң болдым. Мен Мейрам туралы айтып тұрсың ба? Не жоспарлап отырсың? Мейрам Маратов ірі кәсіпкерлердің бірі, өте бай тұрады. Біздің оған жетуіміз екіталай. Ол да күйеуіммен құрдас, жасы 35-те. 1 жыл бұрын үйленіп ажырасып кеткен. Мен оны мен Асқарды бала кезімнен үлкен ағам арқылы білемін. Бірақ ол үнемі Мейрамға сақтықпен сескене қарайтын. Лиза, менің ойымды өзгертуді доғар деп күйеуім айғайлап жіберді. Мен сені сатқым келді. Мейрам, сені сатып алу үшін мен қалағанның барлығын берді. Барда шашыңды жина одан да. Менің көздерім жылағаннан қызарып, ісіп кеткен сияқты. Жүзім бозарып, өз-өзімді қор сияқты сезінудемін. Мен шашымды төбеме түйіп қойдым да, нәрестені құшағыма қысып, оны бірге алып шығуға іштей қорқып дірілдей бастадым. Жүр, Мейрам, күткенді ұнатпайды. Асқар оны жақсы біледі.
өйткені олар ескі достар еді. Мейрам мені өзінің күшті спорттық келбеті, тура көз қарасы мен өткір тілімен таңғалдырды. Ол шындықты бетке айтатын, тік мінезді бір беткей адам көрінеді. Өз басым, ол маған қол тигізбеді. Жас кезімнен танитынымды да айтпадым. Асқарға қарап, маған анама баруға рұқсат ет, адамдарды сатуға болмайды. Мен бұрынғы күйеуіммен ақмақ сияқты сөйлесіп жатырмын. Ол мені тыңдамай, арқамнан кетші әрі деп итеріп жіберді. Мейрам соманы аударып қойған. Біреуге шағымдануды ойласаң, қатты өкінесің. Есіңде болсын, сенің балаң мен үшін ешкім емес, және оны аямаймын деп қорқытады. Неге сен оны өзің қалап ұрықтандыруға донор таптың? Не үшін? Сені түсінбей отырмын. Сол кезде күйеуім қарқылдап күліп, мені мазақ еткендей болды. Сен бәрін білесің дейді. Мен қайдан білемін? Баламның әкесі мен үшін белгісіз донор болып қала берді. Мен Асқардың неге сонша өзгергенін білмей қалдым. Неге ол мені сүйетін еді ғой. Бірақ бізде сондай күшті, шынайы қарым-қатынас болды. Мен оған еш ойланбастан тұрмысқа шыққан едім. Мен күйеуіммен бақытты өмір сүріп жүредім. Мен біреуге қызметші болғым келмейді. Бізде Мейрамдікіндей қаражатымыз көп болмаса да, жеткілікті қаражат бар емес пе? Маған кете бер дегендей Асқар басын изеді. Сен қазір кетесің. Жоқ, түсінбеймін. Маратовқа біреудің әйелі мен баласы не үшін керек, айтшы. Оның кез келген сұлу әйелдерді үйіне әкеліп қоюға ақшасы жетерлік. Мені қайтеді. Бармаймын, болды, бармаймын. Мені қинағаныңды қойшы, өтінем. Мен сияқты шаршап қалған ана кімге керек? Біз кіреберістен шығып келдік. Асқар қолымнан ұстап алып келеді. Мен бұған риза емес екенімді білдірдім. Үйдің жанындағы жолда үлкен көлік тұр. Қара емес, қою көкшіл. Расында әдемі көрінеді. Бірақ бұл мен үшін маңызды емес еді. Көлікте орта бойлы толық жігіт отыр. Сәлем, менің атым Нышан. Артқы жағында көлікке арналған орындық бар деп мейірім танытты. Асқар болса бар ынтасымен біздің заттарымызды көліктің жүк салғышына салды. Күйеуім кеткен соң бірден жоспарымды жүзеге асыруға дайындалдым. Мен Нышанға жақындап ең керемет жүректен шыққан сөздерді айттым. Бірақ менің сөзімнің алғашқы әріптері көлік есігінің ашылған дыбысына батып кетті. Ал менің қолымнан келгені айғайлау ғана. Бұл келген Мейрам Маратов, біздің сатып алушы. Ірі денелі, арнайы смокинг киген, джинсы шалбары бар. Мен оған қарап, оны бақылап, қандай адам екенін білгім келді. Сабыр ет, Лиза, енді үйге барамыз. Мен ұлымды құшағыма қысып, Мейрамға қарадым. Асқар, екеуің жындысыңдар ма? Мені одан сатып алғанын қалай деп дауыстап жібердім. Басқа жоғалтатын еш нәрсем де жоқ еді. Біз бұл жерде бұл туралы сөйлеспейміз, деді Мейрам. Балаға қамқорлық жасау керек. Барайық, деді. Ол маған да, балама да тиіспеді. Күйеуіме мүлдем ұқсамайды. Жылы жүзбен күліп қарап, жылы сөйлейді. Көлікке отыр, Лиза, деп қайталады. Мен ауыр күрсініп, көлікке қайта отырдым да ұйықтап кетіппін. Лиза, оян, деп мені Мейрам оятып жатыр екен. Нышан чемоданың мен арбаңды алып кетті. Жүр, мен балаға көмектесемін, деді. Жоқ, деп мен оның көмегін алғым келмей қатты ашуда болдым. Мейрам да маған тиіспеді. Бірақ ол да алысқа кетпейді. Көз жасыма ерік бермейін десем де қолымнан келер емес. Сәбиімді алып жатқанда құлап кете жаздадым. Мен айналама қарап, қайда екенімізді де білмеймін. Жер асты гаражының бір түріне ұқсайды. Бұл менің үйім, деп жауап берді. Мейрам мені қонақ бөлмеге ертіп келеді. Маратов менің күйеуім сияқты үлкен, бірақ ер мінезділігін жоғалтпаған, көп ұзамай үлкен бөлмеге келдік. Ол тамшы тәрізді қисық, кіреберіс қонақ бөлме және асхана бар. Мұнда адамдар бар ма екен деп жан-жағыма қараймын. Бірақ айналаның бәрі бос. Мен қобалжи бастадым. Мені баламмен жіберіңіз, дедім. Қайда? Мен сені қайда жіберуім керек, Лиза? Қысқа сөзбен айтқанда күйеуіме. Мейрам таңданып саған, ол тыныштық бере ме? Ол анау кәрі науқас ата-анасына және 3 баласы бар, 2 ипотекасы бар үлкен ағасына тыныштық бермегенде ол саған тыныштық бере ме? Мен көзімді төмен түсірдім. Мейрам
Жас кезіндегідей көп нәрсені байқап тура сөйлейді. Неге мені сатып алдың? Асқарға енді біреудің баласы керек емес. Бұл сізге не үшін керек? Бұл кісі үндемейді. Мен негізінен балаларға қарсы емеспін, бірақ бұл қазір маңызды емес. Сенің балаң мен үшін бейтаныс адам емес. Бұл менің ұлым дегенде құлағым шыңылдап кетті. Не? Мен сізге донор болдым, Лиза. Енді мен сенің ұлыңның әкесі боламын. Сізге де ештеңе керек болмайды. Мұны неге ойдан тоқып отырсың деп мен сеніңкіремей қарап қалдым. Құрметті оқырман, егер әңгіме қызық болса, арнама жазылып лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Баршаңызға рахмет.